Ассаламу алейкум, құрметті ағайын. Есімім Ерлан Арын. Бұл YouTube желісіндегі ең алғашқы қазақ тіліндегі техника талдау арнасы. Сондықтан қолдап, тіркеліп, лайк басып, бір қолдап жіберіңіздер ағайын. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Қостанай заводының шығарылымы 82-1-дің аналогы 920М деген тракторге талдау жасаймыз. Жақынырақ келсек, қозғалтқышы D243 үлгісі бәріңізге танымал. Қуаты 60 киловатт, 81 атты күші бар. Иінді біліктің номиналды жылдамдығы 2200 айналым. Цилиндр саны 4. Жұмыс көлемі объемы 4,75 литр. Оның максималды айналу моменті 298 ньютон метр болып табылады. Жанармайдың сыйымдылығы осы тракторде 130 литр. Ал жанармайдың меншікті шығыны 229 грамм киловатт сағатына. Бұл трактор мосты кәдімгідей 82-1-дің мостындай, ешқандай өзгеріссіз. Міне көріп отырыңыздай. Керек болса, алдыңғы противовестерге міне орындар бар. Тіркесеңіз, бір противовес алдыңғы салмағын көбейту үшін 45 келі. 82-ден қарағанда міне Беларусьтің сборкасы 82. Доңғалақтарында айырмашылық бар міне. Мынау жуынырақ. Трансмиссиясына келетін болсақ, трансмиссиясы муфтасы құрғақ, бір дискілі, басқаруы механикалық. Беріліс қорабы 18 алға, 4 артқа. Салонда көреміз. Осы аспа осіндегі жүк көтеру қабілеті 3200 келіге дейін көтереді навескасы. Гидрожүйенің максималды қысымы 20 мегапаскаль. Гидросорғының өнімділігі ода 45 литр минутына береді. Гидробактың сыйымдылығы 25 литр. Міне осындай мінде иінді білік. Сол баяғыдай 540 обороттан 1000 оборотқа дейін. Доңғалақ өлшемдеріне келетін болсақ, мұнда маркасы Белшина, өте сапалы. Артқы доңғалағы 38 диаметр. Алдыңғы доңғалағы 20 диаметр. Артыда, алдыда Белшина. Енді оның салонына кіретін болсақ, сол баяғы МТЗ-82. Бірақ кішкене енді рычагтары барлығы. Кішкене енді жылдан жылға сәл өзгерістерге ие болады. Панелін қарасаңыз міне кішкене шеттері дөңгелектеу болып келген. Бүкілі баяғыдай. Свет жүйесі, жарық жүйесі. Мына жерде магнитолаға орын. Мынау салонның шамы. Мына жерде люк.
салон обшивкасы жаман дей алмайм. Енді МТЗ-ні өзіңіз білесіздер. Жаңадан аптечка салыпты. Жарайсыңдар. Орындыға енді қаттылау қарағанда. Міне зип пломба тұр екен, аша алмайм. Қосалқы бөлшектер салынған мында. Сол бұрынғы біздің атамыз МТЗ-82-нің дәл өзі. Бірақ Қазақстанның сборкасы. Қазақстанның сборкасы 30% субсидияға ие болады. 920М-нің бағасы 11 миллион 300 мың. 11 миллион 300 мың. Оның 30% 3,5 миллионға тамамдайды. 3,5 миллион сізге мемлекет қайтарылуда. Бірақ қазір әлі қолдау істемей жатыр. Лизингке алуға болады. Бастапқы жарнамасы 15%-дан 25%-ға дейін. Жылына 7%-пен аласыз. Шайда бір рет оның пайызын төлеп 200 мыңдай 300 мыңға дейін. Одан кейін жылына бір рет основной долг дейді орысша. 1 миллиондай шамамен төлеп отырасыз. Шамдарын ауыстырған. Міне мынау 920М. Мынау белорустікі. 920М. Қалғандары бәрі бірдей, бірақ айналары 920М-нің үлкенірек болып тұр. 82. Сол баяғы 82 салонға кірсек. Двигателі қозғалтқышы сол бұрынғыдай. Жаңа тракторлер. Мына кішкене өзгерістер бар екен былай. Қараңыз. Панели осындай. Не өртейін. Обшивкасы енді қай матадан екенін айта алмайым. Бірақ негізі жақсы жасалынған. Енді мынау тракторлер енді ол әдемілікке емес, жұмысқа арналған, сондықтан әдемілікке аса көп мән бермейді. 82-нің бағасы 12 миллион 10 мың теңге. Белорусский сборкасы. Ол лизингтің бағасы. Ал қолма-қол ақшаға 100 мыңға кем. Сонда 11 миллион 910 мың теңге болады. Ал құрметті ағайын, МТЗ 920М сіздің көңіліңізден шықса, шолу сізге ұнаса, арнаға тіркеліп, міндетті түрде лайк басып, пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды пікірлер қалдыратын жерге қоя беруіңізге болады. Есім Ерлан Аран. Бұл YouTube желісіндегі ең алғашқы қазақ тіліндегі техника талдау каналы. Басымыз аман, еліміз тыныш, тіліміз бүтін болсын ағайын. Сау саламатта есейік.